Ассалаумағалейкум достар. Сіздер Доп Дауысы каналындасыздар. Біздер футболға кішігірім обзор жасаймыз. Айта кететін болсақ, Чемпиондар Лигасының кезекті ойындары өтті. Кеше Реал Мадрид өзінде Баварияны қабылдады. Праймовый Бавария кеше кризисте жүрген Реал Мадридті әрең дегенде жеңді. Бірақ дегенмен де финалға тұрарлық ойын болды. Осындай ойындар Чемпиондар Лигасының көркін келтіреді. Кім еді? Реал Мадрид сендерге Айнтрахт, Фрайбург, болмаса Лейпциг сияқты команда емес ол. Реал Мадрид ертең Альянс аренада, ответкада Чемпиондар Лигасын неліктен 15 рет ұтқанын дәлелдейді. Нағыз ремонтада ответкада болады. Келесі ойынға келетін болсақ, Португалияда өткен Спортинг пен Арсенал арасындағы ойын. Бұл ойында Арсеналдың яри фанаттары ғана көрген шығар деп ойлаймыз. Дегенмен де айта кететін бір-екі жайт бар. Арсенал сенсациялық түрде Саутгемптоннан кубоктан ұшып кетті. Енді олар барлық күшін осы Чемпиондар Лигасы мен Премьер Лигаға қояды деген ойдамыз. 1-0 болды есеп. Арсенал Эмирейтсте қиналмай 2 гол салып, келесі кезеңге өтеді. Чемпиондар Лигасы кезекті ойын, кезекті текетірес ПСЖ мен Ливерпуль. Осы ойынға кішкене тоқтала кететін боламыз. ПСЖ өткен турда Чемпиондар Лигасында Монакомен кішкене қиындықпен өтіп Челсиға жолықты. Челсиді ешқандай қиналмай 2 ойынның қорытындысы бойынша 8-2 есебімен жеңіске жетіп келесі кезеңге өтті. ПСЖ өзінің Франция лигасында 4 ұпай алда келе жатыр. 4 ойын қатарынан жеңіп келе жатыр. Еще бір ойындары запаста бар. Ал Ливерпульге келетін болсақ, Ливерпуль международный ойындардан кейін Ман-Ситимен жолықты. Ман-Ситидан 4-0 ұтылды. Ливерпуль қонақта өте сенімсіз ойнап жатыр. 3 ойын қатарынан жеңе алмай келе жатыр, жеңіске жете алмай келе жатыр. Командада барлықтарыңызға белгілі Мо Салах кетеді. Алисон ойнамайды бүгінгі ойында. Осының барлығы командаға кері әсерін тигізіп жатыр, кедергі кетіп жатқан сияқты. Ал керісінше ПСЖ-ның ойыншыларының барлығы, маңызды ойыншыларының барлығы формада, құрамда. Әрине дегенмен де Ливерпуль бүгінгі ойынға үлкен мотивациямен шығады, бірақ ол мотивация жеткіліксіз. Бүгінгі ойынға біздің болжам ПСЖ-ның жеңісі. 2 ойынның қорытындысы бойынша Атлетико Мадрид келесі кезеңге өтеді. Келесі топ матч Чемпиондар Лигасы барлықтарыңыз күтіп отырған Барселона Атлетико Мадрид. Өткен кубоктық ойында Атлетико Мадрид Барселонаны 4-0 есебімен ұтқан болатын. Ол кезде Рафиня ойнамады. Бұл жолы да Рафиня ойнамайды. Атлетико Мадрид Ла Лигада ұтылуы мүмкін. Бірақ дәл осы Чемпиондар Лигасында плей-офф кезеңінде Барселонамен 2 рет кездескен. Екеуінде де Атлетико Мадрид келесі кезеңге өтті. Демек, егер кезегі 3-ке дейін 2 ойынның қорытындысы бойынша Атлетико Мадрид келесі кезеңге өтеді.